Құрметті әріптестер, бүгінгі таңда оқушыларды зерттеу жұмысына баулу үшін цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектті қолдану ерекше маңызға ие. Зертханалық құралдар жетіспеген жағдайда бұл құралдар таптырмас көмекші болады. Жасанды интеллект платформалар мен виртуалды симуляциялар тәжірибені жоспарлауға, реакцияларды қауіпсіз модельдеуге және нәтижелерді сандық түрде талдауға мүмкіндік береді. Бұл оқушылардың денсаулығын сақтап, қауіпті реакцияларды виртуалды ортада жүргізуге жол ашады. Цифрлық құралдар уақытты үнемдеп, тәжірибенің бірнеше нұсқасын жылдам тексеруге мүмкіндік береді. Олар зертханалық құрал жетіспесе де, оқушылардың ғылыми жобаларға дайындалуына қолжетімділік ұсынады. Сонымен қатар, судағы тұздардың әсері сияқты күнделікті мәселелерді нақты мысалдармен талдауға мүмкіндік береді. Сондықтан цифрлық құралдар тек көмекші емес, қазіргі білім берудегі зерттеушілік мәдениетті қалыптастыратын маңызды құрал. Олар білім беруді жаңа деңгейге көтереді.